Сәлем достар. Бүгінгі күннің реті 19-12-2021 5 сынып математика 1 бөлім. Яғни 1 бөлімді аяқтағандарыңызбен құттықтаймын. Параграф 28-ің соңғы параграф. Ажаттығыларына басайық. Номер 538 есеп. Бізде былай дейді біріншісінде. Жақшаң 3,5-1 азайтылған 1,3-2 жақша сыртында көбейтілген 15 тең 2 ойысы 15. 3,15-тен 3 азайтылған 1,15-тен 10. Жақша сыртында көбейту 15. Енді келесі тең 2 жетпейді, сондықтан 15-ке 3 тоғызамыз. 2,15-тен 18 азайту 1,15-тен 10. Көбейту 15. Бұлай дейді. Мынау жақшаң ішінде мынандай сан шығады. 1,15-тен 8 көбейту 15. Бұны бұрыш бөлшекке айналдырған кезде тең 15-тен 23 шығады. Көбейтеміз 15. 15 өз-өздеріне қысқарады. 23-тен өзі шығады. Екіншісі 2,7-тен 3 жақшаң ішінде осы екеуі қосылған 1,2-ден 1. Жақша сыртында 7-тен 5. Тең болады. Ортақ бөлгіші 14, 2,14-тен 6 қосу 1,14-тен 7 бөлу 7-тен 5 тең 3,14-тен 13 көбейту резкі терісінен жазын 5-тен 7 тең бұрыш бөлшегі 14-тен 55 көбейту 5-тен 7. 14 пен 7 7-ге қысқарады. 55 пен 5 5-ге қысқарады. 2-ден 11 шығады. Оның аралас саны 5,2-ден 1. Енді соңғысы, үшіншісі. Жақшаң ішінде 5,5-тен 2 қосылған 9,6-тан 1. 2 ойысы 30. Жақша сыртында бөлу 9,45-тен 32 тең 5,30-дан 12 қосу 9,30-дан 5. Жақшаң сыртында бөлу 45-тен 437 тең жақшаң ішінде 14,30-дан 17 шықты. Бөлеміз оны 45-тен 437-ге тең 30-дан 437 көбейту 437-ден 45. 437 мен 437 өздеріне қысқарады. 30 бен 45 15-ге қысқарады. Тең болады 1-ді 3-ке көбейтеміз 3, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Тең болады 2-ден 3. Аралас санға айналдырған кезде ол шығады 1,2-ден 1 шығу керек. Келесі есеп 539. Біріншісі бізге кітапта кәдімгі сөзбен берілген, біз соны санарға айналып тұруымыз керек. Жақшаң ішінде 3,7-тен 1 қосылған 2,3-тен 1. Жақшаң сыртында 3,7-тен 2. Жақшаң ішіндегі ортақ бөлгіші 21 тең 3,21-ден 3 қосылған 2,21-ден 7 бөлу жақшаң сыртында 3,2-ден 7 тең 5,21-ден 10 бөлу 3,7-ден 2
тең болады. Осы екеуін біз